Сәлем достар. 30 күн бойы сұйықтықтан су ғана ішсе не болады? Ғалымдар су ішуді әдетке айналдыру адамның ақыл-ой қабілетін арттырып, жүректің жұмысы мен зат алмасу процесін жақсартатынын анықтады. Егер біз бар жоғы 30 күн бойы судан басқа барлық сусыннан бас тартсақ, өмірімізде қандай өзгеріс байқаушы едік? Алдымен ақша үнемдейтініміз ойға оралады. Иә, солай екені сөзсіз. Алайда бұл әдістің ағзаға қандай пайдасы бар екенін екінің бірі біле бермейді. Ендеше тарқатып жазып көрелік. Бірінші, сіздің шығармашылық және ақыл-ой қабілетіңіз артады. Нейробиология журналының мәліметінше 30 күн бойы миыңыз едәуір жылдам реакция жасауымен таңғалдырады. Ми тиімді жұмыс істеуі үшін тонналаған оттегі қажет. Суда оның жұмысын жақсартады. Күніне 8-10 стакан су ішсеңіз, сіздің когнитивтік қабілетіңіз тұтастай алғанда 30%-ға жақсарады. Екіншіден, құрдастарыңыздан жас көрінесіз. Ауыз су сіздің теріңіздегі судың тепе-теңдігін сақтай отырып, қартаю процесін тежеуге көмектеседі. Ол теріні ылғалдандырып, оны сау, жұмсақ, жылтыр және әжімсіз күйінде сақтайды. Су бұлшықет тіндеріне де күш қуатын арттырады. Ол үшін таза су ішуіңіз керек. Үшіншіден, иммунитетіңіз күшейеді. Су бауырыңыз бен бүйрегіңіздің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Бұл органдар қандағы улы заттар мен қалдықтарды, тұздарды шығаруға жауапты. Осы саланы зерттеген ғалымдардың айтуынша, адам ағзасындағы оттегі теңгерімі қалыпқа түсіп, бүйректе тас пайда болу деңгейі төмендейді. Нәтижесінде бас және өзге де ауруларға шалдыға бермейсіз. Төртіншіден, жүрегіңіздің жұмысы жақсарады. Су жүрегіңіздің сау болуына көмектеседі. Жүрек талмасының қаупін төмендетеді, өйткені қан сұйылып қысымды төмендетеді. Ұйқыға жатардан 1 сағат бұрын 1 стақан су ішу жүрек талмасы мен инсульттің алдын алады. Бар жоғы 1 стақан су сіздің жүрегіңіз бен басқа да органдарыңызға оттегі жетуін едәуір жеңілдетеді. Америкалық эпидемиология журналы 6 жылдық зерттеудің нәтижесін жариялады. Күніне 5 стақан су ішкен адамдар 2 стақан су ішкендермен салыстырғанда жүрек талмасынан 41%-ға аз көз жұматыны анықталды. Бесіншіден, сіздің сүйегіңіз бекемделе түседі. Су шеміршекті қалпына келтіруге көмектеседі. Осы себептен сіздің буындарыңыз бір қалыпты қозғалыста болады. Нәтижесінде салмақтан буындардың жарақат алуы азаяды. Алтыншыдан, теріңіздің астындағы артық майларыңызбен қош айтысасыз. 30 күн су ішкен кезіңізде сіздің маңызды органдарыңыздан зиянды қалдықтар мен шлактар шығып кетеді. Теріңіз тазарып, шектегі артық май кетеді. Тамақтану және диетология академиясының өкілі Андреа Джанкола тамақтың алдын 1 немесе 2 стақан су ішу кеңес береді. Ол астың қорытылуына көмектесіп, тамақты нормадан артық жеп қоюға жол бермейді. Оны әдетке айналдырсаңыз болғаны. Жетіншіден, ағзаңыздағы зат алмасу процесі жақсарады. Зерттеу жұмыстары ауыз суды тұрақты тұтыну зат алмасуды жақсартатынын көрсетіп отыр. Таңертең оянғаннан кейін бар жоғы жарты литр су ішу метаболизмді, яғни зат алмасуды 24%-ға көтереді. Ал метаболизм не үшін маңызды? Ол ағзамыздағы химиялық реакцияларды жүргізуге, яғни адамның дені сау болуына тікелей жауапты. Сонымен достар, суды көп пайдаланайық. Сау болыңыздар.